Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте нәзік болып шығатын творожный пирог дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқа, қант, сары май барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қопсытқыш пен ұнды аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды елеп болған соң салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинкасына кірісеміз. Творогқа сметана, қант, жұмыртқа қосып, блендермен жақсылап ұсақтап аламыз. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, формаға бір келгі етіп жайып шығамыз. Содан соң творожный массамызды құйып, бір қалыпты болу үшін бір сілкіп аламыз. Қамырдың шет-шетін бір келгі етіп басып, қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 40-45 минутқа салып аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Пештен шыққан пирогты суытып, міндетті түрде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Сол кезде қалпын ұстап, үгітілмейтін болады. Видео ұнаған болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!